О, қыздар, амансыңдар ма? Мә, дүкенді жайнатып қойыпсыңдар ғой. Мә, айлықтарың берекелі болсын, жарайсыңдар. Рахмет. Самал, капиталды көбейту керек. Қашанғы дүкенші болып жүреміз? Қаншама мастер-класстар бар. Торт мастер-классына қатса. Сенің балаң торт жақсы көруші еді ғой. Торт істеп сатармыз, а? Көрейік қыз. Маған да сондай бірдеңе керек еді. Сөйтейік. Мам. Келдің бе? Мыналарың не? Не әкелгенсің? Мам, ертең біз Айгерім екеуміз торттың мастер-классына барайын деп жатырмыз. Торт пісіріп, сатамыз, бизнес жасаймыз. Сен жындымысың, қызым? Сол Айгерімге сенуіңді қойшы. Мен бір ай бойы сенің балаңды бағып, сенің айлығыңды күтіп жүрсем, ал сен не ойлап жүрсің? Мам, бастамаңызшы. Одан да маған сенім білдіріп, қайта қолдау көрсетіңіз. Пожалуйста. Жарайды, қызым, жарайды. Айгерім, кеше мамам шақ қондырдым ғой мастер-классқа. Самал, сен ренжімеші. Мен мастер-классқа қатыса алмайтын болдым. Күйеуім рұқсат етпейді. Ой, тәте, бүгін ерте келіп қойыпсыз ғой? Бүгін отчет толтыруға келдім. Тәте, мен ғой торт бастап жатыр едім ғой, соны витринада қойып сатсам болады ма? Қоя бер. Маған тек әрқайсынан 500 теңге тастасаң болды ғой, ма? Осы күннен бастап менің торт арқылы ризық несібем келе бастады. Күнделікті тортымды сүйіп жейтін клиенттерім пайда болды. Самал, здравствуйте. Здравствуйте. Вчера я брала у вас торт, очень вкусный, понравилось Очень нам. приятно, спасибо. Хотела бы на 12 человек заказ сделать. 2 торта, пирог, баурсаки и булочки. Да, можно. Сөйтіп, бір тапсырыстың арқасында менің мәзірім көбейді. Білмесем де, жоқтан бар жасап, ізденіп, үйренгенімнің арқасында табысым да артып, кішкентай Ақтөбенің өзінде тұрақты клиенттерім пайда болды. Баламның да сүйіп жейтін тортын еш қиындықсыз дайындап бере алатын болдым. Бірақ мені бұдан да үлкен жетістіктер күтіп тұр еді.